Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай керемет сметаник пирогын әзірлейтін боламыз. Дәл чизкейк сияқты ауызда еритін өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, оның үстінен 50 грамм құм шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қоспамыздың үстіне 100 грамм ертілген сармайды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, оның үстінен шамамен 200-250 граммдай ұн кететін болады. Менде 250 граммдай ұн кетті. Сізде өзіңізге қарап, шамалап ұн саласыз және жұмсақ етіп қамыр илейтін боласыз. Оның барлығын бірден салуға болмайды. Осылай видеодағыдай бөліп қосып отырыңыз. Қоюланған кезде қамыр илейтін боласыз. Міне қамырымыз дайын. Қамырды бірден пайдалануға болады. Осылай мен кольцо пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің табаларыңызға жасай берсеңіздер болады. Астын фольгамен бекітіп, табан үстіне қойып қойдым. Енді қамырды жайып шықтым ішіне. Осылай жақсылап тегіс етіп жайып шығамыз және шетін шығарамыз. Енді бізге шамамен 600 граммдай қаймақ қажет болады. Қаймақтың майлылығы 20%-тей болу керек. Қаймақтың үстінен 100 грамм шекерімізді саламыз. Және де 3 жұмыртқа қажет болады. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, тек қана масса бір-біріне қосылса болғаны. Қатты шайқай берудің қажеті жоқ. Каналыма әлі де тіркеліп үлгермеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Енді біз қамырымыз төселген табамызға жаңағы массамызды құямыз. Бетін жақсылап тегістеп аламыз. Енді 180 градуста пешімізде шамамен 45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және пікіріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Перизат, назарларыңызға рахмет.